Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы-техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Болат Жансая Болатқызы. Бүгінгі сабағымыз ихтиология пәнінен балықтардың дене пішіндері тақырыбында өткізілмек. Жоспар. Сабағымыз кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Балықтардың дене пішіні және пластикалық белгілері. Балықтардың әртүрлі жағдайда тіршілік етуі олардың пішінінің әртүрлі болуына себеп болды. Әсіресе көп кездесетін пішіндерді төмендегідей сипаттаймыз. Бірінші бізде ұршық тектес, яғни денесі жақсы сүйірленген, суретте көріп тұрғандарыңыздай. Тұмсығы үшкір, бұл типке ұзақ уақыт жоғары жылдамдықпен жүзе алатындар жатады, яғни тунец, скумбрия, албырт тәріздестер жатады. Келесі суретте көріп тұрғандарыңыздай жебе тектес, яғни денесі ұзын, арқа және аналь қанаттары құйрығына жақын орналасқан. Бұл пішінді балықтар ұзақ уақыт жақсы жүзе алмайды. Жасырынып тұрып, өзінің жеміне не жауынан құтылу үшін өте тез қимылдайды. Бұларға шортан, сарган, сайра балықтар жатады. Келесі таспа тектестер, денесі ұзын, екі бүйірінен қысыңқы, яғни сығылған деп атаймыз. Үлкен тереңдікте тіршілік ететіндер. Бұлар жаймен денесін ию арқылы жүзеді және өкілдері қылыш балық және майшабақ король болып табылады. Келесі бізде жылан балық тектестер. Бұлардың денесі ұзарған, суретте көріп тұрғандарыңыздай, көлденең кесіндісінде сопақ. Бұлар да жаймен денесін ию арқылы жүзеді. Бұндай пішінділерге миногалар, миксиндер және жылан балықтар жатады. Келесі суретте көріп тұрғандарыңыз скат балығы. Бұларды біздер жалпақ балықтарға жатқызамыз. Кейбір балықтардың денесі биік, екі бүйірінен сығылған болса, мысалы оларға камбалалар, трандар, айбалықтар жатқызамыз. Ал екіншілерінің денесі дорзовентральды сығылған болып келеді. Олар бізде теңіз шайтаны және скаттар. Бұлар су түбіне жақын, тіршілік ететін, аз қозғалатын балықтар болып табылады. Келесі түрі шар тектес. Бұндай пішін кірпі балыққа, пинагорға тән. Судың таязында тіршілік ететін кірпі балық қауіп туған кезде өзінің ерекше қабына су толтырып шарға айналады. Бұндай пішінді балықтар өте жай жүзеді. Және де көптеген балықтарды ешқандай топқа жатқызуға болмайды. Оларды біздер аралық пішінді деп атаймыз. Ал кейбіреулері тіпті таңғаларлық, мысалы атша шүберекті, желкенділер, ұзын құйрықтылар және денесінің көп бөлігін сүйек қаптаған кузовиктер болып келеді. Балықтардың қозғалуы. Балықтардың қозғалуы үш әдістен тұрады. Олар жүзу, жорғалау және ұшу. Дене пішіні мен тіршілік ортасының көп түрлілігі балықтардың қозғалу әдістерінің де әрқайлылығының себептері болып келеді. Біз мысалы қазір жүзу әдісін сипаттайтын болсақ, ол денесі мен құйрығының бүйір иілуі арқылы іске асырылады. Дененің иілуі бұлшық еттің жиырылуының нәтижесі. Омыртқасы көп балықтар денесін күштірек иеді. Дене құрылысы бүйір иілуге келмейтін балықтар қанаттарының толқын тәрізді қозғалуы арқылы жүзеді. Балықтар құрылысының ерекшеліктеріне, физиологиялық жағдайына, судың температурасы мен басқа факторларға тәуелділіктен әртүрлі жылдамдықпен жүзеді. Мысалға келтіретін болсақ, семсер балығы сағатына 120 шақырым жылдамдықпен жүзе алады. Және қозғалудың екінші әдісі ол жорғалау. Жорғалағыш алабұға, теңіз шайтаны, теңіз әтеші жатады. Және мысал келтіретін болсақ, тропикалық аудандардың жорғалағыш алабұғасы құрғаққа шығып, кеуде қанаттарының, құйрығының және желбезек қақпағының тікенектерінің көмегімен жорғалайды. Ол дымқыл ауада бірнеше тәулік құрғақтағы омыртқасымен қоректеніп тіршілік ете алады. Және қозғалудың үшінші әдісі бұл ұшу, қалықтау деп атаймыз. Аз ғана балықтарға тән, мысалы әлемдік мұхиттың тропикалық және субтропикалық суларында тіршілік ететін ұшатын балықтар ұзын әрі жалпақ қанаттарын жайып жіберіп, жыртқыштардан құтылу үшін судан секіріп шығады да біршама уақыт қалықтайды. Сол мерзімде 200-400 метр жерге дейін бара алады. Келесі балықтың қабыршағы және оның түрлері.
Көптеген балықтарға қабыршақтармен жабылған, көптеген балықтар бізде қабыршақтарға тән, бірақ кейбіреулерінде ол азайған. Олардың қабыршақтары кориумда дамиды және терінің қорғаныш сүйек түзілуін білдіреді. Кейде күрделі құрылымға ие. Балық қабыршақтары теріде шырышты бездердің болуымен біріктіріледі. Және сипатына қарай, олар түзілу сипатына қарай 5 түрі бар: плакоидты, гоноидты, космоидты, циклоидты және ктиноидты. Қабыршақтың бірінші түрі ол бізде плакоидты, яғни терінің талшықты қабатында жатқан және шыңы артқа бағытталған тіспен аяқталатын пластиналар. Суретте көріп тұрғандарыңыздай. Балықтардың өмір сүру кезеңінде бұл қабыршақтар бірнеше рет ауыстырылады және қабыршақтар 3 қабаттан тұрады, яғни біріншісі витридентин, эмальға ұқсас сыртқы зат, екіншісі дентин, құрамында әк бар органикалық зат және целлюлоза. Гоноидты үлкен сүйектелген қылшықтар, бұлар 3 қабаттан тұрады. Тығыз жоғарғы гоноид, көптеген түтікшелері бар орта космен және төменгі сүйек изопединнен тұрады. Балық қабыршақтарының үшінші түрі космоидты, жоғарыдан дөңгелек немесе ромб тәрізді қалың пластиналардан тұрады. Бұл форма гоноидты таразының бір түрі. Келесі циклоидты, тегіс сыртқы жиегі бар жіңішке дөңгелек мөлдір пластиналар. Және соңғысы ктиноидты, сыртқы жиегі тісті дөңгелек мөлдір пластиналар. Тақырыбымызды қорытындылай келсек, өздеріңіз білетіндей, омыртқалы жануарлар, омыртқасыздар болсын, олардың тері жамылғысын құрайтын қабыршағы функционалдық жағынан өте маңызды орган болып табылады. Ол дененің механикалық зақымданудан, судың шамадан тыс жоғалтуынан, жарық тітіргендіргіштерінің зиянды әсерінен және әртүрлі қоздырғыштардың енуінен қорғап қана қоймайды. Сонымен қатар зат алмасу процесінде азды-көпті маңызды рөл атқарады. Яғни ол қосымша кейде өте маңызды тыныс алу органы, сондай-ақ тері бездері арқылы секреция қызметін атқарады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі және үйге тапсырма. Секреция дегеніміз не? Балық қабыршағының түрлерін сипаттаңыз. Балықтардың жасын қалай анықтайды? Үйге тапсырманы комментарияға жазып, лайк бассаңыздар болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.